ойыншығымызға мынандай мұрнын тоқып аламыз ақ жіптен. Ол үшін бізге жіп қажет. Кольцо амигуруми жасап, 6 столбик без накида тоқып аламыз сол кольцоның ішіне. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Жіпті тартамыз. Енді 6 прибавка жасаймыз. Әр петляға 2 столбик без накида тоқып шығамыз. Бірінші прибавка. Екінші. Үшінші прибавка. Төртінші. Бесінші. И соңғы 6-шы прибавка. Мінекей 12 петлямыз шықты. Келесі 3-ші қатарда 2 столбик без накида. Бірінші столбик без накида. Екінші столбик без накида. Енді бір петляға 3 столбик без накида. Бір петляға 3 столбик без накида тоқыдық. Тура сондай келесісіне де. 1, 2, 3. Әрі қарай 4 столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Енді тағы да қайталаймыз. Бір петляға 3 столбик без накида. 1, 2, 3. Келесісіне де 3 столбик без накида. Бір петляға. Енді қалған 2 столбик без накида. Бізде 20 столбик без накида болып шықты қатарда. Келесі 4-ші қатарда 4 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 3 прибавка жасаймыз. Бірінші прибавка. Екінші прибавка.
Үшінші прибавка. Әрі қарай 7 столбик безін киді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді тағы да 3 прибавка жасаймыз. Бірінші прибавка, екінші прибавка, үшінші прибавка. Енді қалған 3 столбик безін киді тоқимыз. 1, 2, 3. Мінекей бізде 26 петля болып шықты. Келесі 5-ші қатар тоқимыз. 4 столбик безін киді. 1, 2, 3, 4. Енді 1 столбик безін киді. Прибавка. Осыны 3 рет қайталаймыз. 1 столбик безін киді. Прибавка. Бұл екінші рет. Енді тағы бір рет 1 столбик безін киді. Прибавка. Әрі қарай 7 столбик безін киді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да 1 столбик прибавканы 3 рет қайталаймыз. Бірінші рет. Екінші рет қайталап жатырмыз. И соңғы 1 столбик безін киді. Прибавка. И қалған 3 столбик безін киді тоқимыз. 1, 2, 3. Мінекей болдық. Бізде қатарда 32 петля болып шықты. Енді бір қатар 32 столбик безін киді тоқып шығамыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз 32 петля. Мінекей бір қатар 32 столбик безін киді тоқыдым. Соңғысына соединительный жасап, жіпті ұзындау қылып қырқып аламыз, себебі қазір тігетін боламыз. Енді мына осы тоқығанымызды мына жерге көзіне жақынырақ осылай айналдыра тігіп шығуымыз керек. Мінекей мен мына жерге тігіп қойдым. Енді мұрнын тігетін боламыз мына жерге. Ол үшін бетеміз. Арадан жіпті қалдырамыз осылай.
мына жерден ортасына қарай қазір былай тігеміз. Жанына қарай мына жерден осылай шығарамыз. Оны осы жерден түйіндеп ішіне жасырып қоятынбыз. Мінекей орнымызды тоқып болдық. Мен мына қасының орнын белгілеп қойдым. Қазір соны қара жіппен осылай тігіп шығамыз. Осылай жасырып қоямыз. Қасын тігіп болдық. Ал енді ойыншығымызға мынандай қоңыр жіптен тоқып, басына айналдыра осылай тігіп шығамыз қазір. Ол үшін қоңыр жіптен мен осындай 73 петля теріп алдым. Сіздер өздеріңіздің ойыншықтарыңызға былай өлшеп воздушный петля теріп алыңыздар. Менің ойыншығыма 73 дұрыс келіп тұр. Енді әрі қарай екінші петлядан полустолбик әрқайсысына полустолбик с накидом тоқимыз екеуден.
прибавка міне крючокке жіпті ілеміз, тура сол петляға кіргізіп, крючокта 3 жіп, осыны бір өткіземіз, прибавка. Тағы да крючокке жіпті іліп, келесі петляға жұмыс жібін шығардық, крючокта 3 жіп, осыны бір өткіземіз. Тағы да сол жерге крючокты ілдік, жұмыс жібін шығардық, 3 петля тұр, осыны бір өткіземіз. Осылай әр қайсысына прибавка жасаймыз. Полустолбик с накидом әр петляға. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Осылай. Мінекей мен аяғына дейін тоқып шықтым. Енді екінші қатарда воздушный петля, екі воздушный петля тереміз, өзімізге былай бұрып аламыз да. Енді бұл жақта да әр қайсысына прибавка жасаймыз. Полустолбик с накидом. Петляға кіргіздік, крючокты 3 жіп, осыны бір тоқимыз. Тағы да осы жерге сондай полустолбик с накидом тоқимыз. Әр қайсысына прибавкадан болады. Екі полустолбик с накидом тоқимыз. Крючокке жіпті ілдік, петлядан өткіздік. 3 жіп тұр ғой, крючокта, соны бір тоқимыз. Тағы да тура сондай осы жерге полустолбик с накидом. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей соңына дейін тоқып, соңында жібін ұзынырақ қылып қырқып алыңыздар. Себебі осыны енді ойыншығымызға былай тігуіміз керек. Осылай. Осылай тігіп шығамыз ине жіппен. Енді ойыншығымыздың қолы менен аяғына осылай қара жіппен тігіп шығамыз. Қара жіпті сабақтап алдым. Қолына жіпті түйіндеп ішіне жасырып қоямыз. Дәл осылай аяғына да тігіп шығамыз. Енді ойыншығымыздың аяқ қолын осылай орналастырып тігіп шығуымыз керек. Аяғын 12 мен 13 қатардың 12-13 қатардың арасында орналастыруымыз керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Осы жерге аяғын
осылай тігіп шығамыз. Қолын мынау мойнына таман осылай тігіп ойыншығымызды аяқтайтын боламыз. Мінекей арыстан ойыншығымыздың қолын, аяғын тігіп шықтым. Енді келесі видеода құйрығын, сосын киімін көрсететін боламын.